Қайырлы кеш, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Так, номер 10 сабаққа қош келдіңіздер, құрметті оқушылар, ата-аналар, мұғалімдер. Бүгін бізде 10 күнге жалғасқан математикалық олимпиада және логикаға дайындық бойынша соңғы күніміз. Осыған дейін біз 8 тақырыппен нақты жұмыс жасадық тапсырмалармен. 9 сабақ өтті бізде, иә. Осы күнге дейінгі сабақтар түсінікті болды ма, қалай болды? Bir кері байланыс жасап жіберіңіздер. Егер түсінікті болып жатса, плюс қойып жіберіңіздер міндетті түрде. Жақсы, жақсы. Балалар, дауыс естіліп экран көрініп тұрса да плюс қойып жіберіңіздер. Осы күнге дейін сабақтарға қатысқан барлық бірінші сабақтан бастап қатысқан балалар болса, 2 плюс қойып жіберіңіздер, көрейік қанша адам екенін. Тездетіп, иә? Жақсы. Жақсы, керемет. Керемет. О, бізде көп екен. Басынан бастап қатысқан балалар өте көп екен, тамаша. Енді сабақтарды мен көріп жүрмін, кем дегенде бір 270-280 бала қатысып жүрді тұрақты түрде, бірақ жалпы сан енді 2000-ға жуық бала қатысты. Бірақ тұрақты түрде тікелей эфирге қатысып жүрген балалардың саны сондай болды. Жалпы барлықтарыңызды енді құттықтаймын осы 10 сабаққа дейін келулеріңізбен. Біраз нәрсе үйренді деген ойдамын. Бүгінде біз соңғы сабақ болғаннан кейін сіздерге кез келген тапсырма емес, нақты бір тақырыппен жұмыс жасау мақсатында бүгін нақты бір тақырыпты алып отырмыз. Яғни бізде 10 тақырып, нақты бір тақырыппен жұмыс жасаймыз. Бұл қандай тақырып екенін қазір мен айтамын. Міндетті түрде белсене түрде қатысыңыздар, дәптер ручка қолдарыңызда болсын. Себебі математикада сіз жазып көрмесеңіз, қолыңызбен сызып қателесіп көрмесеңіз, міндетті түрде ол жерде түсіну қиын болады. Өйткені бетіне қарап отырып шығару қиын. Сол себепті міндетті түрде барлығымыздың қолымызда ручка болсын, дәптер болсын. Мамаңызбен отырыңыз, папаңызбен отырыңыз, ата әжеңізбен бірге отырыңыз, бірге отырып шығарсаңыз болады. Яғни командамен отырып шығаруға болады. Жақсы, дайын болсақ, онда бастайық. Бәрімізде дауыс естіліп экран көрініп тұр, иә? Мен барынша енді микрофонды жақын ұстауға тырысамын. Алдыңғы сабақтарда сәл дауыстан проблема болды, иә? Бәрімізге белгілі. Жақсы, балалар, былай жасайық. Бүгін біз жалпы заңдылықтар деген үлкен бір тақырыппен жұмыс жасаймыз. Осыған дейін енді нақты әртүрлі олимпиадалық тапсырмалармен жұмыс істедік. Заңдылықтар бойынша есептер болды. Көбіміз қателік те жібердік, соған байланысты тапсырмаларда. Бүгін енді сол заңдылықтар деген тақырыппен нақты жұмыс жасайтын боламыз. Енді өзіміздің салт дәстүр бойынша күнделікті сабақтың әр есепке мен 1 минуттан уақыт беріп отырамын. Бұл жерде енді бастапқыда қатты қиын тапсырмалар болмауы керек. Бірақ сіз бірден жауабын 1 минуттың көлемінде жазып, ойланып, жауабын комментарий бөліміне жіберулеріңіз керексіздер. Дайынсыздар ғой, иә? Егер дайын болсаңыздар, онда кеттік. Мен уақытымды дайындап алайын. Бізге берілетін тек қана 1 минут уақыт. Жақсы, бірінші тапсырмадан бастайын. Так, 198, 297, 396, 495 келесі сан табу керек. Уақыт кетті. 1 минут уақыт тек қана. Так, 1 минут уақытта маған жібересіздер. Балалар бірден жіберіп қойып жатқан балалар бар. Тамаша. Тек қана 1 минут уақыт. Жауапты комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. 30 секунд уақытымыз бар. Керемет балалар, жақсы. Жақсы, уақыт болды. Енді көбіміз жауап жібердік, қазір көрейік енді қандай жауап екен. Бұл жерде балалар байқасаңыздар, ешқандай есептеу жүргізудің қажеті жоқ, иә? Бұл жерде заңдылық бойынша қарай салсаңыз болды, жеткілікті. Себебі қараңыз міне. Так, 1, 2, 3, 4, мұнда 5 болады, иә?
Ортасын қарасаңыздар 9, 9, 9, мынау 9 болады. Енді қараңыз. 8, 7, 6, 5, 4. Яғни соңғы санымыз бізде 594. 594 деген жауапты кім жазды? Өте жақсы. Молодец. Кімде дұрыс болды? Лайк басып жіберіңіздер, көрейік. Қанша адамда дұрыс болған екен. Жақсы, жақсы. Керемет. Яғни бізде бірінші тапсырманың жауабы 594. Оны ешқандай санды қосудың да, азайтудың да қажеті жоқ. Бізге жай ғана цифрлардың көмегімен шығара салу керек. Жақсы, түсінікті дейді. Керемет. Ой, тамаша, бізде қанша адамда дұрыс болған. Қателескен балаларда жоқ емес, балалар асығыс жасаудың қажеті жоқ. Бұл жерде ең бастысы заңдылықтың түрлеріне байланысты, иә. Кемелі, өспелі заңдылықтар және кіріктірілген заңдылықтар бола ма? Әр заңдылықта әртүрлі арифметикалық амалдарды қолданамыз. Мысалы, өспелі заңдылықтарда сіз қолданасыз қосу, көбейтуді, кембел заңдылықтарды азайту, бөлуді, солай кете береді. Жақсы, келесі тапсырма. Уақыт кетті. 1 минут уақыт. 1, 6, 7, 13, 20, 33 келесі екі санды табу керек. Уақыт кетіп жатыр, балалар. Жақсы. Так, 30 секунд уақытымыз бар. Тамаша. Так, қателік көп болып жатыр, балалар. Абайлаңыздар. Есептің шарты бойынша қарасаңыздар, бізде өспелі заңдылық, иә. Ол қандай нені қолданатынын қарайық. Қандай амалдар болатынын. Уақыт болды. Тек қана 1 минут мен сіздерге бердім. Заңдылық бізде өспелі екенін көрдік. Онда біз қандай заңдылық екенін қарайық қазір. Біраз балалар дұрыс шығарды, әрине. Мысалы, 1-ге 7-ні қоса, 1-ге 6-ны қосатын болсақ, бізде 7, 6-ға 7-ні қосатын болсақ, 13, 7-ге 13-ті қоссақ, 20, 13-ке 20-ны қоссақ, 33, 20-ға 33-ті қосамыз, 53, 53-ке 33-ті қосамыз, 86. Яғни бізде 53 және 86 деген жауапты кім жіберді? Өте жақсы, дұрыс. 53 және 86. Сонда бізде кез келген осы берілген фигур сан қатарының заңдылығы бізде үшінші мүшесінен бастап өзінің алдындағы екі санның қосындысына тең болып отыр. Яғни 7 дегеніміз 1 мен 6-ның қосындысы, 13 дегеніміз 6 мен 7-ның қосындысы. Сол сияқты белгісіз 53-тің орнында тұрған санды табу үшін біз 20 мен 33-ті қостық. Келесі санды табу үшін 33-ке 53-ті қостық, 86 деген содан шықты. Ал келесі санды табу үшін сіз 53-ке 86-ны қосасыз. Яғни бұл жерде біз қосуды пайдаландық. Түсіндіңіздер ма, балалар? Кімде түсінікті болды, плюс қойып жіберіңіздер. Кімде дұрыс болды, давайте лайкпен, бүгін енді лайкпен жұмыс жасап отырайық. Кімде дұрыс болды, лайк басып жіберіңіздер, міндетті түрде. Комментарға плюс қойып жіберсеңіз болды. Тамаша. Көбіміз түсіндік. Ары қарай кеттік. Келесі тапсырма. Так, келесі енді өте оңай тапсырма. Давайте мен 1 минут уақытымызды берейін. Келесі сан табу керек. Қандай сан? Бұны енді 100% бәріміз дұрыс шығаруымыз керек негізі. Да, бірден жауап жібере беріңіздер чатқа. Керемет. Бізде почти бәрінде дұрыс. Енді бұл жерде бізде разрядтардың санына байланысты, иә? Қанша разряд болуына байланысты біз есепті шығарамыз. Тамаша. Так, 20 секунд уақытымыз бар. Он 2 секунд. Жақсы, уақыт болды. Бұл енді өте оңай тапсырма, балалар, байқасаңыздар, иә? Өте оңай. Себебі бұл жерде қараңыздар, 9 дегеніміз 1 рет қайталанады, 2 рет, 3 рет, 4 рет, мына жақта 5 рет қайталанады. Яғни 99.999 деген сан болды. Жауап бізде 9, 5 рет қайталану керек. Яғни
бес таңбалы сан, тек қана тоғыздан тұратын. Түсінікті? Кеттік ары қарай. Келесі. Балалар, керемет. Бүгін что-то көңіл күйіміз өте жақсы. Бүгін дүйсенбі екен ғой, иә? Сенбі жексенбі күні өте жақсы демалған сияқтымыз. Так, сенбі күні кешке жақын кішкентай көңіл күйіміз жоқ болған. Кеттік. Келесі тапсырма. Бос орындағы екі белгісіз санды табыңыз дейді. Давайте, бұған да 1 минут уақыт берейін. Уақыт кетті. Так, 2, 5, 11, 14 белгісіз сан. Бірінші белгісіз сан қанша? Екінші белгісіз сан қанша? Табу керек. Яғни бұл жерде бәрінде ортақ заңдылық болу керек, соны ескеріңіздер, иә? Ортақ заңдылық бойынша қарастырамыз. Тамаша, 20 секунд уақытымыз бар. Балалар ойланбай жауап береміз, өте жақсы. Бұл енді қатты қиын тапсырма деп айта алмаймын, бірақ кішкентай ойлануға тура келеді. Ойланбасаңыз қателесесіз. Уақыт болды. Өте жақсы, барлығымыз дұрыс жазып жатырмыз. Балалар, қараңыздар. Бұл жерде заңдылық бойынша 3-ті қосамыз дейді. Шын ба екен, көрейік қазір. 2-ге 3-ті қоссақ 5 болады. 5-ге 3-ті қоссақ 8 болады. 8-ге 3-ті қоссақ 11. 11-ге 3-ті қоссамыз 14. 14-ге 3-ті қосып береміз. Бізде 17, иә? Сонда 8 мен 17 деген кімде дұрыс болды? Өте жақсы. Балалар, кімде дұрыс болды? Давайте лайк басып жібереміз тезірек. Қанша адамда дұрыс болғанын қарайық. Және плюс қойып берсеңіздер болды комментарий бөліміне. Тамаша, тамаша. Жақсы, кеттік. Мынаны өшіремін. Келесі. Так, келесі. 1 минут уақыт тек қана. Уақыт кетті. Так, 1, 4, 7, 10, 13. Сұрақ белгі 19. Бос орынның мәнін табу керек. Нешеге тең болады? Тамаша. Бұл да оңай тапсырма сияқты. Осының алдындағы есеп ұқсас дейді, иә? Осының алдындағы есеп ұқсайды. Заңдылығы. Өте оңай тапсырмалар бар. Балалар, қараңыздар, біз оңай тапсырмадан күрделіге қарай ақырындап өтеміз. Өйткені тақырыпты бұл жерде әртүрлі деңгейдегі әртүрлі балалар отырғандықтан бірден қиын деңгейге түсу қиындау. Сондықтан біз жайлап оңай деңгей, орта деңгей, күрделі деңгейге қарай өтеміз. Жақсы, көрейік. Бәріміз дұрыс жіберіп жатқан сияқтымыз. Балалар, қараңыздар, бұл жерде заңдылық қандай? Заңдылық бізде әрине барлығы өспелі заңдылық болғандықтан барлығына 3 қосып отырмыз, иә? Онда мына жақ 3 қосатын болса 16 болады, мына жақ 3 қосамыз 19. Яғни белгісіз санымыз бізде 16. Кімде 16 деген жауап шықты? Давайте плюс қойып жіберіңіздер және лайк басамыз. Өзіміздің дәстүр бойынша лайк басамыз. Балалар, каналға кім тіркелген жоқ, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, иә? Кеше мен статистиканы көріп таң қалдым. Тек қана бізде 27% адам каналға тіркеліп көреді екен. Қалған сонда почти 73% адам жай ғана тіркелмей видеоны көріп кетеді. Бұлар каналға тіркеліп алыңыздар, лайк басу деген міндетті түрде, иә? Жақсы. Кеттік онда. Келесі тапсырма. Мынаны өшіріп тастаймын. Так, келесіге де 1 минут уақыт кетті. Белгісіз санның мәнін табу керек бос орындағы. Тек қана 1 минут уақыт. Тамаша. Жауаптарыңызды комментарий бөліміне жазыңыздар. Чатқа жазуға болады. Негізі комментарий бөліміне жазған сізге қолайырақ болады, чатқа қарағанда. Жақсы, уақыт болды. Так, көбіміз дұрыс шығардық, балалар, өте жақсы.
бұл жерде кемел заңдылықтар, иә, кемел заңдылықтарда біз қандай амалдарды, арифметикалық амалдарды қолданамыз? Азайту немесе бөлу. Бұл жерден бөлуді қолданған жоқ екен бірден көрініп тұр, бізден азайту. Жай барлығынан 5-ті азайтып отырамыз, иә, бұл жерде. Азайту 5. Азайту 5, азайту 5, келесі бізде 80 болады, 80-е 5 75. Яғни жауап бізде 80-ге тең. Да, жақсы. Кеттік ары қарай. Келесі тапсырмаға өтеміз. Так, дайын болыңыздар. 1-ақ минут уақыт. Так, 1, 2, қазір мен уақытты бірге қосамын. Дайынбыз ба? Кеттік онда. 1, 2, 3. Так, 1, 3, 9, 27, белгісіз сан 243. Белгісіз санды табу керек. Тамаша. 20 секунд уақытымыз бар. 10 секунд. Уақыт болды. Кеттік. Көбіміз дұрыс шығардық балалар, өте жақсы. Бұл жерде де бізде кеммел заңдылық, өспелі заңдылықтар. Ал өспелі заңдылықтарда бұл жерде көбейту амалы қолданып тұр, байқадыңыздар, иә? Көбейту амалы бізде барлығын 3 есеге арттырған. Бірге 3-ті көбейтеміз, 3, 3-ті 3-ке көбейтеміз, 9, 9 3-ке көбейтеміз, 27, 27-ні 3-ке көбейтеміз, бізде 81, 81-ді 3-ке көбейтеміз, 243. Яғни бізде сан қатарының бізге белгілі болған цифрларына, сандарына, сан қатар мүшелеріне барлығына ортақ болып тұр, яғни заңдылық. Мысалы, барлығына 3-ке көбейтіп келе жатқан кезде біреу орындалмайтын болса, онда бұл заңдылық болмайды. Онда бізде ортақ заңдылық қарастыру керек. Ал мына жерде барлығын біз 3 есеге арттырып отырмыз. Сондықтан жауап бізде 81. Кімде 81 болды? Өте жақсы, дұрыс балалар. Керемет, керемет. Кеттік ары қарай. Яғни бұл жерде көбейту кестесін білсек, әрине бірден шығаруға болады. Ал көбейту кестесін білмесек қиындау. Сондықтан көбейту кестесін кім білмейді, кім жаттаған жоқ, міндетті түрде түсініп алу керек және жаттап алу керек, иә? Так, келесі. Уақыт кетті. Так, 64, 32, 16, 8, белгісіз сан 2. Белгісіз сан табу керек. Уақыт кетіп жатыр. Бізге белгісіз сан табу керек. Так, 40 секунд уақыт бар. Так, 30 секунд уақыт қалды. Жақсы, уақытымыз болды. Так, 1 минутқа. Так, керемет балалар. Әртүрлі жауапты көріп жатырмын мен. Аха. Кейін нөл деген болмайды балалар, нөл деген жауап жоқ ол жерде. Так, екіге бөлеміз дейді. Жақсы, көрейік. 64 2 бөлсек 32, 32-ні 2 бөлсек 16, 16-ны 2-ге бөлеміз 8, 8-ді 2-ге бөлеміз 4, 4-ті 2-ге бөлеміз 2. Керемет, тамаша. Болды. Кеттік ары қарай. Мынаны өшіремін. Так, келесісіне 1 минут уақыт беремін тағы да. 18, 2, 15, 2, 12, 2, белгісіз шама 2 сан табу керек. Байқадыңыздар ма, заңдылығымыз кішкене күрделесіп бара жатыр, иә? Орта деңгейге қарай ақырындап өттік біз. Так, 40 секунд уақыт қалды.
Жақсы, уақытымыз болды. Керемет, әртүрлі жауаптар келіп жатыр бізде. Енді бұл жерде қарасаңыздар, екі түрлі заңдылықтың қатар келген, иә? Бізде қараңыз, міне, екі, 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 онда мынау екі болады бізде. Дұрыс қой, көбіміз солай. Аха. Жақсы. Келесі 18, 15, 12 мына жердегі санды табу керек. Онда біз әрқайсысынан үшті азайтып отыр ғой, иә? Онда біз 12-ден үшті азайтамыз, бізде 9 болады. Яғни 9, 2. Кімде 9 және 2 деген жауапты жіберді? Давайте лайк басып жіберейік тезірек, иә? Тура осындай белгіні жылдамдатып. Ага. Комментарийға плюс қойып жіберіңіздер. Керемет, керемет, тамаша. Балалар, өте жақсы. Бұл жерде тақырып заңдылыққа байланысты есептер болғаннан кейін бастапқы деңгейдің тапсырмаларын шығара алсаңыз, орта деңгей мен жоғары деңгейде қиын болмайды. Өйткені сіз белгілі бір заңдылықты түсінгеннен кейін ары қарай есепті шығару жеңіл болады. Сол себептен міндетті түрде әрбір тапсырманың заңдылығын дұрыстап отырып қарау керек. Ол бізде қандай заңдылық? Өспелі ма, кембелі ма, кіріктірілген заңдылық па, жоқ әлде екі заңдылықтың қатар келгені ма? Мынау заңдылық біз екі заңдылық қатар келіп тұр, көрдіңіздер ме? Біреуі кембелі заңдылық, біреуі тұрақты заңдылық, яғни екі қайталана береді. Яғни мына екі заңдылық міне мынандай кіріктірілген заңдылық деп аталады. Жақсы, кеттік ары қарай. Келесі. Мынаны өшіріп тастайын. Келесі бізде, давайте, келесі тапсырмаға да мен 1 минут уақыт берейін. Біз енді уақытты көп созбадық. 1 минут жеткілікті. Комментарий жазамыз барлығымыз. Так, 1 минут уақыт. Так, 15, 6, 13, 7, 11, 8, белгісіз, белгісіз. Алдыңғы есеппен ұқсас қой дейді. Өте жақсы, дұрыс айтасыз, иә. Алдыңғы есептермен ұқсас. Бұл жерде заңдылық бойынша екі заңдылықтың кіріктірілген заңдылығы, яғни екі заңдылық қатар келіп тұр. Соған мән беру керек. Бірден алып бір көз жұмып алып қосып азайта берудің қажеті жоқ бұл жерде. Алдымен бірінші заңдылықты дұрыстап қарау керек. Қандай заңдылық екен. Уақыт болыпты. Жақсы, қараңыздар. Тура жаңағы есеп қой. Былай жасайық. 6, 7, 8, мынау бізде 9. Ең соңғысы 9. Енді екіншісін қарайық. 15, 13, 2 азайды. Көрдіңіздер ма? 13-тен 2-ні азайтамын. 11, 11-ден 2-ні азайтамын. Менде 9. Сонда бізде жауап 9, 9. Кімде 9, 9 болды? Дұрыс, балалар. Өте жақсы. 9, 9. Себебіне 15-тен 2-ні азайтамын. 13 болады. 13-тен 2-ні азайтамын. 11 болады. 11-ден 2-ні азайтамын. 9 болады. Арғай кете береді. Ал екіншісі қатарындағылар бізде 6, 7, 8. Яғни тізбектес натурал сан. Өсу ретімен орналасқан, иә? Жақсы. Кімде 9, 9 болды? Давайте. Лайк басып жібереміз. Плюс қойып жіберіңіздер тездетіп. Кім каналға тіркелген жоқ, міндетті тіркеліп алыңыздар. Жақсы. Кеттік ары қарай. Көшіремін мынаны. Келесі. Уақыт кетті. 1 минут уақыт. 2, 1, 4, 3, 6, 9, 8, 27, 10. Белгісіз, белгісіз. Так, 30 секунд уақыт қалды. Жауабын тезірек жібереміз комментарий. Жылдамдатып жіберіңіздер. Мен көріп отырмын телефон арқылы сіздердің комментарийларыңызды. Мына жақта бізде экран. Жақсы. 14 секундымыз бар. Ой, керемет. Балалар, әртүрлі жауап жіберіп жатырмыз, иә? Жақсы, көрейік.
Жақсы. Қараңыздар, бұл жерде заңдылық қандай екенін қазір көрейік енді. 2, 4, 6, 8, 10 жұпсандар көрдіңіздер ма? Оннан кейін бізде 12 деген жұпсан бар, иә? Яғни 2-ге қосылып отырады. Енді қараңыз. 1, 3, ары қарай 9, 27. Мына жақта қандай заңдылық бар? Көбейтеміз 3-ге, көбейтеміз 3-ге, көбейтеміз 3, 27-ні көбейтеміз 3-ге, 81. Яғни жауап бізде 81-де 12. Кімде 81-де 12 шықты, балалар? Өте жақсы. Дұрыс сіздерде. Ал ана жақта әртүрлі жауап жіберіп жатырмыз, балалар, иә? Бұл жерде тағы да қайталап айтамын. Тағы да сол кіріктірілген заңдылық. Екі заңдылықтың қатар тұрған. Біріншісі жұпсандар кетіп жатыр бізде. Біріншісінде. Екіншісінде бізде қандай сандар? 3-ке еселік, яғни 3 есеге артатын сандар. Екеуі бірігіп келген. Сонда сіз сол екеуінің арасындағы байланысты білу керексіз міндетті түрде. Жақсы. Кеттік ары қарай, келесі. Мынаны өшіріп тастайын. Так, дайынсыздар ма? Мен уақытты қосайын келесіне. 1, 2, 3, кеттік. 1 минут уақыт тек қана. Енді уақытты жіберіп сіздерге есепті көрсетпеппін, иә? Жақсы, кеттім. 1, 3, 4, 7, 11, 18 келесі санды табу керек. Қателеспесем, осыған ұқсас бір тапсырманы шығарғанбыз осының алдында. Бұл соған ұқсас тапсырма екен. Жақсы, уақыт болыпты. Қараңыздар, бұл жерде тура бағанағы сияқты есеп қой. Міне 1-ге 3-ті қосатын болсаңыз 4 болады. 3-ке 4-ті қосатын болсаңыз 7, 4-ке 7-ні қосса 11, 7-ге 11-ді қосамыз 18, онда 18-ге 11-ді қосам, менде қанша болады? 29, е? Мына жақта 29. Енді 18-ге 29-ды қосасыз, 47 шығады, болды. Сонда жауап 29. Өте жақсы, балалар. 29-ды жіберген балалар өзімізге плюс қойсақ болады. Тамаша. Лайк басып жібереміз тездетіп. Каналға тіркелеміз, балалар. Көбіміз тіркелмейді, жай ғана қарап отырмыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, иә? 29 деген жауап дұрыс, балалар. Өте жақсы. Кімде 29 болды? Өздеріңізді құттықтап қойсаңыздар болады. Керемет. Кеттік ары қарай. Келесі бізде номер. Давайте мен уақытты қосайын. Дайын болыңыздар, иә? Дайынбыз ба? Кеттік. О, күшті тапсырма. Давайте, 1 минут уақыт кетті. Көрейік. Қаншадан да дұрыс болады екен. Жауапты комментарий бөліміне, иә, міндетті түрде. Жақсы, кеттік. Бұл да алдыңғы тапсырмамен ұқсас қой дейді. Бұл жерде айырмашылық алдыңғы тапсырмадан бұл жерде көбейту жағын, иә? 1-ге 2-ні көбейтсек бізде 2 болады, 2-ге 2-ні көбейтеміз 4 болады, 2-ге 4-ті көбейтеміз 8, 4-ге 8-ді көбейтеміз 32, 8-ді 32-ге көбейтеміз енді 16 бір ойды, 3, 8, 24, 25, 256. Яғни жауап менде 256. Өкінішке орай, бірақ көбіміз шығарып үлгерген жоқпыз, иә?
яғни көбейту кестесін бірден есімізге түсірген жоқ сияқтымыз, яғни әрқайсысын қосып отырмыз. Қосу бір, қосу нөл, қосу екі, қосу төрт, қосу ары қарай ля 24 деп. Олай болмайды бұлар. Бұл жерде тек қана бізде заңдылық қосу мен азайтудан тұрмайды. Бұл жерде мүшелерінің қосындысы болуы мүмкін, сандардың, өзара сандардың қосындысы, немесе көбейтіндісі болуы мүмкін. Бұл жерде бізде бұл сан қатарында үшінші саннан бастап өзінің алдындағы екі санның көбейтіндісіне тең болып отыр. Яғни заңдылық бізде қарапайым, бірақ кішкентай ойлануға тура келеді. Кеттік ары қарай. Келесі. Так, дайын болсаңыздар бірге бастаймыз. Уақытты да бірге жіберемін және есепті де бірге көрсетемін. 1, 2, 3. Так, заңдылық қандай екенін қараңыздар енді. 1, 1, 3, 7, 13. Келесі екі санды табу керек. Жауапты комментарий бөліміне тек қана. WhatsApp-қа қабылдамайды балалар. WhatsApp-қа жазып жатқан балаларға жоқ. WhatsApp-қа жазуға болмайды. WhatsApp-та мен оқи алмаймын сіздерді. Және ол жерден талдау қиын. Себебі тура осы жерде отырған 300-400 адам, 100 адам тікелей WhatsApp-қа жазатын болса, ол қиын жауап беру болар. Сондықтан ол болмайды. Жақсы, көрейік қандай заңдылық екенін. Так, бұл бірден өшпелі заңдылық екені түсінікті. Бірақ бұл жерде қараңыздар. 1, 1, 3, 7, 13 келесі сандар керек. Так, көрейік. Мына жақта бізде 0-ді қосты деп алып көрейік. Мына жақта бізде 2-ні қосты. Так, мына жақта 4-ті қосты, 3-ке 4-ті қосамыз. Келесі 7-ге 6-ны қосамыз. Так, 0, 2, 4, 6. Келесі 8-ді қосамыз мұнда. 8-ді қоссақ бізде 21 болады. Келесі 10-ды қосамыз, бізде 31. Сонда көрдіңіздер ма, бізде біріншісінде 0-ді қосқан, ал қалғандарында бізде жұп сандарды қоса отырған. Қосу 2, қосу 4, қосу 6, қосу 8, так, 21, қосу 10, 31 болды. 21 және 31 деген жауапты кім жіберді? Өте жақсы, дұрыс. Ал түсінбеген болсаңыз, бұл жерде жай ғана ортадағы сандардың қосындысы, яғни тізбектес жұп сандардың қосып жатыр, 0-ден басқасы, Жақсы, кеттік ары қарай. Дайын болсақ, келесі тапсырма. Мен бірден уақытты да қояйын, сіздерге де көрсетемін. Көрейік, ең бірінші кім жазар екен, Уақыт. 1, 2, 3. Так, ең бірінші кім жазар екен, көрейік. 60, 44, 36, 32, белгісіз 8 сан керек. Енді бұл жерде бірден кеммел заңдылық екен түсінікті, бірақ белгісіз шаманың мәні нешеге тең? Сол керек бізге. Так, 35 секунд уақытымыз бар. Балалар, тездетеміз, тезірек. Ойланамыз, жазамыз и комментарий бөліміне жібереміз. Тездетіп. Керемет жылдамдық бізде. Ағай бірінші сыныптың есебі ғой дейді. Бірінші сынып, заңдылық бірінші сынып, 10-шы сынып болып бөлінбейді болар. Тура осындай тапсырмалар бізде 11-ші сыныпта матсауаттылықта келуі мүмкін. Келуі мүмкін емес, міндетті түрде келеді ол жерде. Өйткені заңдылық ол кез келген жерде бар. Кез келген олимпиадада, кез келген тест жұмысында арнаулар мектептер. Бір есеп заңдылыққа байланысты міндетті түрде кездеседі. Так, мына жақта нешені азайтса 16-ны азайтты, 60-тан 16-ны азайтсақ бізде 44, 44-тен біз 8-ді азайтамыз, 36, 36-тан 4-ті азайтамыз, қоспаймыз, азайтамыз. 4-ті азайтамыз бізде 32, 32-ден 2-ні азайтамыз бізде 30-тың өзі, одан біз 1-ді азайтамыз, 29. Заңдылықты байқадыңыздар ма? Яғни 2 есе кеміп отыр. 16, 8, 4, 2, 1 болды. Түсінікті ғой, Тамаша. 30 және 29 деген жауапты кім жіберді? Өте жақсы, дұрыс. Менде дұрыс болды. Тамаша, құттықтаймын балалар, кімде дұрыс болса бұл жерден. Келесі, уақыт кетті. 1 минут уақыт. Так, енді біз жайлап көбейтуге қарай бара жатырмыз, байқадыңыздар ма?
Так, 1, 2, 6, 24, 120 белгісіз шама және 5040 белгісіз шаманы табу керек. Так, 35 секунд уақытымыз бар. 20 секунд уақытымыз бар. Жақсы. Тамаша. Уақыт болды. Так, бұл жерде дұрыс айтасыздар, иә. Өсу ретімен болғандықтан бұл жерде көбейту, иә. Нешеу көбейттік қазір қарайық. Мынаны екіге көбейтемін. Бірді екіге көбейтемін, екі шығады. Екіні үшке көбейтемін, 6 болады. 6-ны 4-ке көбейтемін, 24. 24-ті 5-ке көбейтемін, 120. 120-ны 6-ға көбейтемін, менде 720. 720-ны 7-ге көбейтемін. Нешеге тең? 5040-қа тең болады. Жауап бізде 5040. Өте жақсы, өте жақсы, керемет. 5040 деген жауапты кім шығарды? Дұрыс, дұрыс. Аха, бірнеше бала бар екен, 5040 шығарған. Ой, 720-ны шығарған. Белгісіз шама бізде 720. Керемет, керемет. 13, 14 деген аккаунтпен жақсы, тамаша. Кеттік ары қарай. Мынаны өшіріп тастайын. Дайын болсаңыздар, келесі тапсырмаға. Бірге. Дайынсыздар ма? Кеттік, кеттік. 1, 2, 3. Так. Вот мына есеп. Уақыт кетті. Так, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 келесі белгісіз шаманы табу керек. Келесі белгісіз шама керек бізге. Қандай заңдылық бар екенін қарайық. Жақсы, уақытымыз болды. Бірге шығарып көрейік. Енді өздеріңіз де көріп отырсыздар, иә, қандай жауаптар келіп жатқанын. Бұл бізде өспеулі болғандықтан біз қосу немесе көбейтудің біреуі. Бірақ қайсысы екенін пока біз білмейміз. Сол себепті қазір көрейік бірге. Так, мына жақта біз бірді қосамыз. Бірге бірді қоссақ 2 болады. 2-ге 2-ні қоссақ 4 болады. 4-ке 1-ді қоссақ 5 болады. 5-ке 2-ні қоссақ 7 болады. 7-ге 1-ді қоссақ 8 болады. 8-ге 2-ні қоссақ 10 болады. Заңдылықты көрдіңіздер ғой, иә? Қосу 1, қосу 2, қосу 1, қосу 2. Солай кете береді. Так, онда бізде келесі сан табу үшін 1-ді қосамыз, ол бізде 11 болады. Так, 2-ні қосып береміз, 13 болады. Яғни 11 мен 13 дегенді кім жазды? Дұрыс. Тамаша, бізде біраз балалар жазған. 11 мен 13. Балалар қалай біліп қойдыңыздар? Тамаша. Кеттік. Келесі тапсырмаға өтейік онда. Егер түсінікті болса. Келесі бізде. Так, 1 минут уақыт. Уақыт кетті. Жылдам шығарыңыздар. Так, мен сіздерден бұрын үлгерейін. Аха, жақсы. Так, 16, 48, 24, 72, 36. Келесі екі белгісіз сан табу керек. 1 минут уақыт беремін тағы да. Так, балалар дәптерге жазамыз, иә, мүмкіндігінше дәптерге жазыңыздар. Егер ауызша шығарамын десеңіз болады. Бірден түсініп отырсаңыз жауабын жіберіңіз, бірақ қателеспеуге тырысыңыз. 16, 48, 24, 72, 36 келесі сан.
Тамаша. Аха. Қараңыздар. Түсіндім, балалар. Комментарийларыңызды көріп жатырмын. Так, мына жақта бізде үшке көбейтеміз дейді біріншісінде. Жақсы, 16 үшке көбейтсек 48, 48 екіге бөлсек 24, 24 үшке көбейтсек 72, 72-ні екіге бөлсек 36, онда мына жақта үшке көбейтеміз. 36-ны үшке көбейтіп тастаймыз, қанша болады? 3, 6, 18 бір ойда, 3, 3, 9, 10, 108 болады, так, оны біз екіге бөліп тастаймыз, бізде 54. Тамаша, 108 бен 54 деген жауап кімде болды? Өте жақсы, дұрыс. Керемет. Ага. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Біраз балаларда дұрыс екен. Бірақ қателескенімізде де жоқ емес. Дәптерге жазу керек балалар, міндетті түрде. Өйткені мына жерде тұрақты заңдылықты білу үшін сіз сызып көру керексіз. Кеттік ары қарай. Келесі. Так, 1 минут уақыт тағы да. 1, 4, 9, 16 белгісі шама. Осыған ұқсас тапсырма, қателеспесем, екінші сабақта ма, бірінші сабақта шығарғанбыз біз. Осыған ұқсас бір тапсырманы. Өздеріңіз көріңіздер. Так, 40 секунд, 35 секунд уақытымыз бар. Жақсы. Уақыт болды. Түсіндім, қараңыздар. Енді 1, 4, 9, 16. Жай ғана қосынды арқылы көрейік біріншісі. 3-ті қосамыз, 5-ті қосамыз, 7-ні қосамыз, 3, 5, 7. Келесі бізде неше қосу керек? 9 қосылу керек, Өйткені біз тақсандарды қосып жатырмыз. Жай сандарды, тақсандарды, Так, мына жерде неше болады онда? 25 болады. Келесі сонда 11-ді қосамыз, бізде 36 болады. Немесе екінші тәсіл бар. Мынау бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы мүшесі деп алсақ, онда 1-ге 1-ді көбейтеміз, 1 болады. 2-ні 2-ге көбейтеміз, 4 болады. 3-ге 3-ті көбейтеміз, 9. 4-ге 4-ті көбейтеміз, 16. 5-ге 5-ті көбейтеміз, 25. 6-ға 6-ны көбейтеміз, 36. Болды. Сонда сіз қосу арқылы шығаруға болады, немесе өзара натурал сандарды көбейту арқылы да шығаруға болады. Жақсы. Кеттік ары қарай. Балалар, бұл жерде мен тағы да қайталап айтамын. Кез келген заңдылықты шығарған кезде тек қана қосу мен азайтудан іздеудің қажеті жоқ, немесе тек қана көбейтуден. Ол бізде сол сан қатарының мүшелерінің қосындысы болуы мүмкін, көбейтіндісі болуы мүмкін өзара, немесе цифрларының қосындысы болуы мүмкін. Соған байланысты әртүрлі форматта ойлай алуымыз керек. Егер әртүрлі форматта ойлай алмасақ, онда есеп шығару қиын. Сол себепті бұл жерде мұқият болу өте маңызды. Так, кеттік. Келесі тапсырма. 1 минут уақытымызды береміз. Так, 1, 3, 7, 15, 31, шырақ белгі, 127, 255. Белгісі шаманы табу керек бізге. 1 минут уақыт беремін. Отыз бес секунд уақытымыз қалды. Так, 18, 15 секунд уақыт бар. Тамаша, жауап жібереміз. Аха, тездетіп. Жақсы, көрейік. Енді мен әртүрлі жауапты көріп жатырмын, балалар. Нақты бір тұрақты жауапты мен пока байқамадым. Енді арасында әрине дұрыс жауаптар бар. Жақсы, барлығымыз бірге талдап көрейік. Так, 1, 3, 7. Не қосқанын қазір қарайық. Мүмкін қосты немесе көбейтті қарастырып көреміз. Так, былай істейік. 2-ге көбейтеміз, 1-ді қосайық. Так, 1-ді 2-ге көбейтеміз, 2, оған 1-ді қоссақ 3 болады. Так, 3-ті 2-ге көбейтеміз, 1-ді қосайық. Так, 6, 7.
Жетіні екіге көбейтеміз, бірді қосайық. Қазір жетіні екіге көбейтсек 14, оған бірді қоссақ 15 шығып тұр. 15-ті екіге көбейтеміз, бірді қосамыз. Так, 30-31 шығады. 30-ды екіге көбейтеміз, бірді қосамыз. Так, 62, 63 болады. 63-ті екіге көбейтеміз, бірді қосамыз. Қазір 63-ті екіге көбейтсек бізде 126, оған бірді қоссақ 127. Екіге көбейтеміз, бірді қосамыз. 254, 255 дұрыс иә. Сонда жауап бізде 63. Кімде 63 деген жауап шықты? Өте жақсы, дұрыс. Өз өзімізді құттықтап қойсақ болады. Керемет. Жақсы, дайын болсаңыздар, келесі тапсырмаға өтеміз. Келесі тапсырмаға өтейік. Мен уақытты да бірге қояйын. Уақыт кетті. Так, келесі белгісіз санды табу керек. Соңындағы 1 минут уақыт. 252, 124, 60, 28. Яғни кеммелі заң бар. Жақсы. Келісем, қиын есеп емес екен, иә. Бұл есеп біраз балаларға қиын болған сияқты, иә. Қараңыздар. Бұл жерде заңдылық қандай? 252-ден біз 124 шығару керек, иә. Ол үшін қалай жасаймыз? Мынадан 4-ті азайтамыз бірінші, сосын 2-ге бөліп тастаймыз. Мен жай ғана амалдардың орындалу тәртібімен жазып жатырмын, иә. Бірінші 252-ден 4-ті азайтсақ бізде 248 қалады, оны 2-ге бөліп тастаймыз, 124 шығады. Дұрыс қой? Так, 124-тен 4-ті азайтамыз, 2-ге бөлеміз. Так, 120, 2-ге бөлеміз 60. 60-тан 4-ті азайтамыз, 2-ге бөлеміз. Қарайық, 60-тан 2-ні азайтсақ бізде. 60-тан 4-ті азайтсақ бізде 56 болады, 56-ны 2-ге бөлсек 28. 28-ден 4-ті азайтамыз, 2-ге бөлеміз. Так, 4-ті азайтсақ бізде 24 болады, 2-ге бөлеміз 12. Жауап бізде 12. 12 деген жауап бізде, мен көре алмадым, жаңа бар ма? Қазір. Бір екі адам жіберген екен, жақсы, 2 адам, 3 адам, Тамаша. Кеттік. Ары қарай. Так, дайынсыздар ғой, иә? Кеттік. Дайын болса, келесі тапсырмаға өтеміз. Уақыт кетті. 1 минут. 1, 2, 5, 13, 34. Келесі белгісіз шаманы табу керек. Нешеге тең болатын? Жақсы, уақыт болды. Так, жауаптарыңызды бір қарай сылайын мен. Қандай жауап жіберіп жатсыздар? Жақсы, көрейік. Бұл да бізде өспелі заңдылық. Сондықтан бұл жерде қосу мен көбейтудің біреу болуы мүмкін. Мүмкін. Бірақ пока білмейміз. Шын бола ма, жоқ па? Так, бұл жерде бізге бірді қосылады. Қосумен көрейік. Сіздер көбіңіз қосумен жазған екенсіздер, көрейік. Так, мына жақта 3-ті қосамыз. Келесі. Неше қосылады? 13-тен 8 қосылады бізде. Ал мына жерде бізде неше қосылады? Қосылады бізде 20, мына жақта 1 болады. 2, 21 қосылады. Келесі қанша қосылуы мүмкін? Пока біз білмейміз.
Так, бұл жерде заңдылықты қараңыздар, иә. Заңдылықты қазір мен сіздерге көрсетейін. Міне, екіге бірді қосамыз, бізде үш шығып тұр мына жерде. Беске үшті қосамыз, келесі сегіз. Сегізге 13-ті қосамыз, 21 мынау. Келесі мынау бізде 34-ке 21-ді қосамыз, нешеге тең? 55. Жауап бізде 55. Яғни мынаның ортасында неше қосылып тұр? 34-ке. Яғни жауап бізде 55. Кімде 55 деген жауап шықты? Өте жақсы, дұрыс. Яғни 55-тен кейін бізде қанша болады? Яғни 89, иә. Дұрыс. 34-ті қосып береді, иә. Кеттік ары қарай. Келесі. Так, белгіш шаманы табу керек. Уақыт кетті. Так, бірге шығарып көресілер бұл тапсырманы. Так, бір қосылады мына жерде, екі қосылады. Келесі заңдылық бойынша қанша қосылу керек мына жерде? Мына жақта 3 қосылу керек, мына жақта 4 қосылу керек, мына жақта 5 қосылу керек. Бірақ бізде заңдылық бойынша орындалып тұрған жоқ, байқадыңыздар ма? Мына жақта 5 қосылып тұрған жоқ. Неше қосылып жатыр? Мына жерде қосылған сан бізде, так, бір минутқа. Мына жерде қосылған сан неше? 38-ден 22-ні айтатын болсақ, бізде 6, мына жерде 1, иә. 16, мында 16 қосылып жатыр. Так, онда бізде заңдылық қандай екен, қазір қарайық. Заңдылық бойынша да бізде келесі сан бізде 4 болу керек. Келесі сан бізде 8 қосылу керек. Өйткені 2 есеге артып отыру керек бізде. Мына 14 болады, 14-ке 8 қоссақ 20. Яғни бұл заңдылық бойынша қосылып отырған сандардың мәні бізде 2 есеге артып отыру керек. Түсініп отырсыздар ғой, иә? Жақсы. Келесі тапсырмаға өтеміз. Жақсы. Келесі тапсырма бізге белгісіз шаманың мәнін табу керек. Яғни суреттегі белгісіз шаманы. Мына сұрақ белгінің орнында. Так, 12, 65, 35, 7, сұрақ белгі 12. Яғни сұрақ белгінің орнында қандай сан болуы мүмкін? Давайте, бірге шығарып көреміз, балалар, иә? Бұған мен уақыт бермей ақ қояйын. Бірге шығарайық, давайте. Уже жауабын жазып жатырмыз, иә? 12-ке 5-ті көбейтсек бізде 60 болады. Дұрыс. Келесі, 5-ке 7-ні көбейтсек 35 болады. Онда келесі бізде 7-ге 12-ні көбейтеміз. Қанша болады? 84 болады. Жауап бізде 84. Өте жақсы, балалар. Жауабы 84 болады. Көбіміз дұрыс шығардық. Жақсы, балалар. Бүгінгі 10-шы сабағымыз бізде осы араға дейін болсын. Мен сіздерге сабақтан кейін толық ақпарат бойынша WhatsApp топқа жазатын боламын. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, комментарий бөліміне жазуға болады, немесе WhatsApp-та Telegram каналда комментарий бөлімдеріне толығымен жазсаңыз, мен бірден жауап қайтарып отыратын боламын. Мүмкіндігінше. Ағырайғы бізде сабақтар бойынша қалай жалғасады, не болады, қандай сабақтар болады, ол бойынша толық ақпаратты мен қазір сабақтан кейін осы сабақтың сілтемесін алып, сақтап, сіздерге жіберемін, және сол жерде толық ақпарат жіберетін боламын. Балалар, жақсы, сіздермен 10 күн болғаныма қуаныштымын. Біраз нәрсені үйрендіңіздер деген ойдамын. Және барлық ақпараттармен, барлық сабақтардың барлығы сақталады. Кез келген уақытта көре аласыз, қайталап өзіңізге пайдалы ақпараттарды алсаңыз болады. Алдағы болатын олимпиадаларға сіздерге сәттілік. Республикалық деңгейге шығыңыздар, халықаралық деңгейге барыңыздар, барлықтарыңызға ақ жол тілеймін. Ары қарайғы дайындық жұмыстары бойынша мен WhatsApp топқа жазамын. WhatsApp топтан шығып кетпеңіздер, сол жерде болыңыздар. Жақсы, бүгінгі сабағымыз осыларға дейін. Сау болыңыздар.